Gül әсер etmeydi ekan deysiz. Балсахан, на самом деле, дело не в количестве же, да, в качестве. Даже если гибкичнекке гулялып келсең деле, сандуғаш этот кубанып қалмақ, и все. Менің ойымша ақгүлдер одан да дем сияқты, я? Аз болса да ақгүлдер артығырақ дейсіз. Балсахан, кімнен берілгені маңызды болып тұр. Самое главное, если именно от того человека, неважно какие цветы. Балшахан, мәселе гүлде емес шынымен де. Мәселе берген адамда, және де қабылдаған адамда. Мысалыға, менің алдыңға бір сөз бар, мен алдыңғы сезонда айтқан екенше, ол қазір осы сөзіме дәлел болар. Мен бір ұштық гүлді берсе адам, ұнатып тұрса, ол 1001 роза сияқты көрінеді. Ал егер главный жүрегімен, шын ниетімен. Ал ұнатпайтын адам саған бір 1001 роза беріп тұрса да, ол бір гүлдің де қадірін бере алмайды. Сол үшін ол мәселе ода емес. Мәселе жүрекке кіруде, мәселе өзінің подходында деп ойлаймын. Мен Думанға айтам, Думан, Құдай қаласа родной, сенде бәрі жақсы болсын, өзің әрекеттерің, жаңа тірліктерің шешілгеніне қуаныштымын. Енді сол іс әрекеттерімен көрсетіп жіберсең, біз саған вообще бір қолдау беріп, күшті болып отырғандарын қалаймын. Яғни бұйыртса. Нұржан, не деп жатсыз? Барлығыңыз айтып алып күліп отырсыздар? Естейік бізде. Ысырап деген болады деп жатырмын да бұларға. Мен сол кезде айтқанмы, ұнатпай тұрған адамға ол қанша гүл берсең де ол ысырап болады деп. Не болды? Жұртқа көшенің бәріне таратып тастады ғой оны мысалға. Біздің дінімізде ысырап деген бар деп жатқаным ғой. Ойбай, кешіріңіз. Енді мен оны шын көңілден істеген екен, мен оны ысырап деп санамаймын. Жоқ, енді Ғалымжан, әңгімеге нақты тоқталайықшы екен. Күшеніп айттың да. Шын сүйген жігіт қарамайтын қыз болмайды, қаратып алады. Жігіт шын сүйсе болды деді да. Бірақ неге сен орта жолдан кетіп қалдың? Жүрегі бос болса деп айтқам. Қазір жүрегі бос. Сол кезде мен көзім жетті ғой Нұржан, жүрегі бос емес. Осында осы жерде андай ситуация болған екен, мен қойдым бәрін. Саған сұрақ қойыншы, қыз сүйген ала ма, жігіт сүйген ала ма? Қалай? Қыз сүйген ала ма, жігіт сүйген қала? Бәрі зайымда болу керек қой. Тоқта қазір мұны миымда. Тоқта, жігіт сүйген ала ма, или қыз сүйген қала ма? Бір-бірін ұнатқан адам болсыншы. Мұна бұлай да бұлай жауап бергісі келіп тұрған жоқ. Осы тәжірибеден кейін енді ойы өзгерген шығар? Мүмкін енді, соны айтып жатырмын ғой, бірақ енді ысырап деген болады деп жатырмын да жігіттер, соны. Иә, менің ойымша